Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Сіздермен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Ал сіз тмд елдер ішінде ең жоғары зейнетақының Қазақстанда берілетінін білесіз бе? Зейнетақы кестесі. Біз мұндай көрсеткішке қалай жеттік? Еліміз посткеңестік кеңістікте зейнетақымен қамсыздандыру мәселесі бойынша тұңғыш екені таңғаларлық жағдай ма? Ендігі кезекте бұл мәселеге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамның төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру департаментінің бас маманы Гүлнұр Ағайдарова тоқталып кетеді. 1998 жылы тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері арасынан Қазақстан зейнетақымен қамсыздандыру реформасын алғаш болып жүзеге асырды. Естеріңізге сала кетейік, 1990 жылдардың соңында біздің мемлекет бірқатар қиындықтарға тап болды. Олар өндірістің қысқаруы, компаниялардың жұмысының тоқтауы, бюджетке арналған төлемдердің қысқартылуы немесе кідіруі, соның салдарынан зейнетақы және әлеуметтік жәрдемақылардың уақытылы төленбеуі. Одан басқа, бұрынғы КСРО құрамындағы мемлекеттердің көбінде, әсіресе ортақ жүйе қалыптасқан мемлекеттерде, соның ішінде Қазақстанда да зейнеткерлердің жасы көбейіп, бала туудың саны азая бастады. Осының құбылыстың салдары әлі де сақталуда. Әлемдік тәжірибеде ұрпақтардың ынтымақтастығына негізделген зейнетақы жүйесі кемінде 4-тен 1-ге дейінгі арақатынаста, яғни бір зейнеткерге жұмыс жасайтын 4 адамнан келген кезде теңгерімді жұмыс істей алады. Олай болмаған жағдайда Қазақстан ұлғайған теңгерімсіздік шығыстарын жабу үшін, бюджет тапшылығын қысқарту үшін салықты көбейтуге мәжбүр болады. Сондықтан бірнеше мемлекеттер жинақтаушы және аралас зейнетақы жүйесіне көшуді жүзеге асыруда. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің толық циклы 40 жылға тең деп есептеледі. Биыл Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесі өзінің 23 жылдығын атап өтті. Яғни мемлекет қалыптасу жолының жартысынан көбін сәтті аяқтады. Сонымен қатар ортақ құрамдауышта сақталады. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда зейнетақы төлемдерінің бірнеше көзінің болуы қазақстандық зейнетақы жүйесінің қаржылық жағынан тұрақты және зейнетақы табысының неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстандық салымшылар зейнетақы жинақтарының өздерінің меншігі болып табылатынын толықтай түсінеді. Олардың мақсаты зейнетке шыққанда қамсыз өмірді қамтамасыз ету. Одан басқа зейнетақы жинақтары тұрғын үй, емдеу және басқарушы компанияларға салуға болады. Елімізден тыс жерге көшіп кеткен жағдайда салымшылар өзінің зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ала алады. Егер салымшы зейнетке шыққанға дейін өмірден озса, оның зейнетақы жинақтарын мұрагерлері заңнамада көрсетілген тәртіп бойынша толық көлемде ала алады. Сондықтан зейнетақы жинақтарын қалыптастыру өте маңызды және оның сақталуына мемлекет кепілдік береді. Сіздің ақшаңыз тек сізге ғана қызмет етеді. Зейнетақыңыздың мөлшері жайлы неғұрлым ертерек ойланатын болсаңыз, болашақта қамсыз қарттыққа қол жеткізу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болатынын ұмытпаңыз. Сіздермен болған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен Гүлнұр Ағайдарова. Назарыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пайдалы ақпараттан қалыс қалмаңыз.